Қымбатты оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай қара сөздерінің тәрбиелік мәні, Абай лирикасы деп аталады. Оқу мақсаты: көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту, эпикалық поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау. Абайдың қара сөздері 1890-98 жылдары жазылды. Халқымыздың классик ақыны Абай бұрын соңды болып көрмеген қара сөз жанрына қалам сілтеді. Адамгершіліктің бастауы адамның санасы. Адамзат бойындағы бар жақсы қасиет осы сананың жемісі. Қазақ сөз құдіретін бар құдіреттен артық санаған. Соның ішіндегі құдіретті сөздің бірі Абайдың қара сөздері. Енді Абайдың қара сөздерін талдап көрейік, балалар. Екінші сөздің тәрбиелік мәні қандай? Өзге халықтардың өмір тәжірибесінен үлгі алу керектігін айтады. Жетінші сөзде адам анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Жан мен тән құмарлығы туралы ой толғайды. 17-ші сөз ақыл, қайрат, жүрек үшеуінің адам баласына қаншалықты қажет екенін көрсетеді. 19-ші сөз адам ата-анадан туғанда есті болып тумайтындығын, көп оқып, көп білсе, естілердің сөзін ескерсе ғана білімді болатынын айтады. 31-ші сөз естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп барын атап көрсетеді. Балалар, біз Абайдың 3 қара сөзін өттік. 1-ші, 7-ші және 31-ші. Алдағы уақытта өз бетімізбен басқа да қара сөздерін оқып танысып, тәрбиелік мәнін есте сақтап жүрейік. Енді келесі тақырыбымыз, балалар, біздің Абайдың лирикасы болатын тұғын. Лирика деген не? Адамның көңіл күйін, қуаныш, реніш сезімін білдіретін поэзия. Лириканың басты ерекшелігі адамның көңіл күйін, сезім дүниесін тікелей бейнелеп көрсетеді. Лирикалық шығармалар өлеңмен жазылады. Автордың немесе кейіпкердің дүниеге көзқарасы, автордың сезімін, нақты ойын, көңіл күйін суреттейді. Лириканың бас қаһарманы ақынның өзі. Әлеуметтік толғаныстар лириканы тудырады. Абай лирикасын бөліп қарастырайық. Яғни Абай ақын лириканың 5 түріне де қалам тербеген адам. Абайдың табиғаты лирикасындағы өлеңдері жаз, көз, қыс, жазғытұры, желсіз түнде жарығай. Абайдың философиялық лирикасы: жасымда ғылым бар деп ескермедім, ғылым таппай мақтанба, әсемпаз болма әрнеге, өлсе өлер табиғат, адам өлмес, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, құлақтан кіріп бойдалар. Абайдың саяси лирикасы: болыс болдым мінекей, 8 аяқ, мәз болады болысың, ашқарын жұбанама майлас жемей. Абайдың көңіл күй лирикасы: Абдрахман өлгенде Оспанға өлеңдері. Абайдың махаббат лирикасы: көзімнің қарасы, айттым сәлем қаламқас, Татьянаның хаты. Міне, балалар, біз Абай ақын қалам тербеген лириканың түрлеріне, қандай өлең жазғандарын көріп танысты. Әрі қарай бүгінгі сабақты әңгімелесуші серіктестер арқылы қорытындылайсыздар. Яғни парталас көршіңізбен 3 үйренген жаңа нәрсе туралы не оңай болды бүгінгі сабақта, не қиын болды және не білгіңіз келеді. Пікірді комментарийға жазып қалдырамыз. Сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын.